Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Мен алдындағы ши бауырсақтың видеосын салғанда көбіңіз комментарийға жазыпсыздар. Тоңмай емес, маргаринмен, сармаймен жасауға бола ма деп. Бүгін сіздерге сармай қосылған ши бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі жылы сүт, ерітілген сармай немесе маргарин, қант қосамыз, шым тұз және бір жұмыртқа. Енді шай қасықтың ұшымен ас содасын саламыз. Құрамын видеоның астындағы описанияда қалдыратын боламын. Описанияға өту үшін тақырыбын бассаңыздар шығады. Жақсылап барлығын езіп араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнды 2 бөлікке, 3 бөлікке бөліп қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген, жаңадан келген көрермен болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қамырымызды жақсылап илеп, неге осындай жұмсақ қамыр шығады. 10-15 минутқа жақсылап тындыру үшін қойып қоямыз. Қамырымыз тынғаннан кейін енді жұқалап жаямыз. Басында осылай қолмен жұқалап алдым, одан кейін оқтауымызбен қамырымызды жаямыз. Қамырымыздың жайғанына байланысты, сіздің ши бауырсағыңыздың жіңішкелігіне байланысты жұқартатын боламыз қамырымызды. Мен осылай жіңішкелеу болу үшін жұқалап жайдым. Егерде кішкене қалыңдау қаласаңыздар, қалыңдау етіп жайыңыздар. Енді қамырымызды осылай жіңішкелеп кесіп аламыз. Ши бауырсақтарымызды осылай барлығын осылай турап шығамыз. Қамырды пісірмес бұрын барлығын осылай турап дайындап алыңыздар, және бірінің үстіне бірін қоймаңыздар, осылай жеке-жеке тұрсын, бір-біріне жабыспас үшін. Неге қамырдың барлығын жайып шықтым. Енді ыдысымызға, кастрюлемізге майды қыздыратын боламыз. Қызып тұрған майда сарғайғанша пісіріп аламыз. Неге оңай әрі тоңмай ұнатпайтындарға арналған ши бауырсағымыз дайын, өте дәмді, әрі қамыры үгітіліп тұратын болады, және бірнеше күнге сақтауға да болады. Өте дәмді ши бауырсақтарымыз дайын. Сіздерді дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.